Балаға ат қою. Қазақ халқының ерекше көңіл бөлетін ғұрыптарының маңыздысы өмірге жаңа келген нәрестеге ат қою. Әрбір ата-ана өзінің көз нұры, қолқа жүрегі санаған баласына әдемі әрі мағыналы ат қоюды қалайды. Ізгі ниеттен ырымшыл болған халқымыз перзентіне қол бастаған батырлардың, сөз бастаған шешендердің, қарақылды қақ жарған әділ билердің, дәулескер күйшілердің, шашасына шаң жұқпаған ақын жыраулардың атын қоюға пейілді болған. Бірақ әулие пірлердің атын қоймаған, балаға ауыр болады, киесін көтере алмайды деп астамшылықтан сақтаныпты. Балаға ат қойғанда кез келген адамға емес, тағы да сол ырым етіп көпті көрген ел ағаларына, айналасына сыйлы, аузы дуалы ақсақалдарға сәбиінің есімін қойғызып, батасын алуды мәртебе санаған. Халқымызда азан шақырып ат қою парыз. Баланың атын қоярда 3 қайтара Аллаху акбар деп азан шақырылып, содан кейін баланың құлағына таңдалған есімді сенің атың деп 3 рет қайталайды. Баланың құлағына осы ат сіңеді, зердесіне тарайды деген наным. Осыған орай, адамның өмірі азан мен намаздың арасы, дейді мұсылмандар. Оның мәні, ат қойғанда азан шақырылады, бірақ намаз оқылмайды. Адам өмірден озғанда намаз оқылады, бірақ азан шақырылмайды. Мұны да білген жөн. Тағы бір айта кететін нәрсе, бала туа салып шетінеп кетсе, немесе ай күніне жетпей түсік түссе де ат қойып жерлейді. Алайда жаназа оқылмайды. Тегінде біздің халық атау беруге өте шебер. Қазақ жеріндегі кішкентай бұлақ, жайдақ төбе, жылтырап ағып жатқан титімде жылғаға дейін атаусыз қалмаған, және олар жайдан жай қойылмаған. Белгілі бір ерекшелігіне, сол жерде өткен әлдебір оқиғаға, әлденеге ұқсайтын көзге ілінер көрініске сәйкес дәл тауып қойған. Ал адамның атына келгенде, халықтың таным-нанымы, жол жобасы, ниет пейілі, салт-сана, ұлттық бейнесі көрініп тұрады. Айталық 40-тың бірі Қыдыр деп жолаушыны, қонақты қадірлейтін халқымыз үйіне келіп қалған құдайы қонаққа да ат қойғызған сәттері болыпты. Көшпенді тіршілік салтына қарай баласы жайлауда туса, Жайлаубай, Шілдебек деп, қыстауда өмірге келсе, Қыстаубай, күзем алып жатқанда туса, Күзембай, Наурызда туса, ұлыстың ұлы күні дүниеге келді деп, атын Наурызбай қойып ерекшелепті. Сол секілді қай күні дүниеге келгеніне орай Дүйсенбек, Сейсенбай, Сәрсенбай, Бейсенбек, Жұмабек, Сенбек, Жексенбай деп те қоя берген екен. Баласы тұрмай бір перзентке зар болып жүрген адамдар бала сүйгенде тіл тимесін, сұқ өтпесін деп құлаққа ерсі естілетін Итбай, Итемген, Күшікбай, Ұлтарақ, Шұлғаубай, Кебекбай секілді тосын аттарды ырымдап қойыпты. Осылардың ішінен де талай мықтылар шыққан екен. Өмірде не болмайды, әр шаңырақтың тағдыры әртүрлі дегендей, кейбір отбасылардың бауырынан өрбігеннің бәрі қыз болғанда әулетке ұл келсін деген тілекпен қыздарының атын соған үйлестіріп қою дағдысы болған. Әлі есімде, біздің ауылда Тоқтарбек деген кісінің 7 қызы бар. Ырысалды қыз деген халық сөзімен тұңғыш қызының атын Ырысалды қойып, одан кейінгілерін Ұлбосын, Ұлмекен, Ұлжалғас, Ұлжан, Ұлбала деп атап, 7-ші қызының есімін әкесі Тойдық қойып еді. Шарапаты мол жаратушы ием Тойдықтан кейін егіз ұлды берді. Бір таңғаларлығы, қыздардан тойған сол Тоқтарбек бар жақсылықты, мейірімді қыздарынан көрді. Өмірден өткенде ақ шауып, арулап аттандырған да, басына еңселі белгі қойған да қыздары болды. Осыған қараймын да, кейбір қазақтардың қызды бала қатарына қосқысы келмей қомсынатынына таңғалам. Қызық болғанда кеңес өкіметі орнаған соң, қайсы бір адамдардың ырымшылдығы шектен шығып та кетті. Совхозбек, колхозбай, коммуна, артель, съезд, зауытбек секілді қоғамдық құрылысқа сәйкестендірілген атаулармен халықаралық деңгейде аты жайылған Маркс, Энгельс, Тельман, Ганди, Клара, тағы басқа да осы тектес тұлғалардың аттарының қазақ баласына қойылғаны сол бір заманның жемісі еді. Бірақ қалай десек те, соның түбінде ізгі ниет бар, шынайы көңілмен қойылған есімдер болатын.
Ешбір ата-ана баласына жайдан-жай елеусіз ат қоймайды. Мысалы, өмірден өткеніне 40 жылға жуықтап қалса да, сонау соғыс кезінен бастап күні бүгінге дейін атаның атын қою жалғасып келеді. Бүкіл иесі қазаққа ортақ, ұлттың мақтанышы болған, халқым деп қабырғасы қайысып, елім деп еміреніп, ұлттық ар-намысты ту етіп көтеріп, ана тілін, отанын сүюдің озық үлгісін көрсетіп өткен адам болғандықтан, халқы оны ұлықтап еске алады. Кішкене болса да сол кісінің қасиеті дарысын. Ата секілді намысты, қайсар, халқына жанашыр, ұлтына тер төгер азамат болсын деп перзенттеріне атаның есімін беріп келеді. Халықтың ардақтысы болған тұлғалардың есімін қою, ол адамдардың атын ұмыттырмау, қайтадан жаңғырту, ұрпақтың есіне салу секілді үлкен маңызға да ие. Саған пәленше деген атаңның атын қойғанбыз, сол кісінің мынандай ерекшелігі болған деп баланы өнегелі етіп тәрбиелеуге, санасына жақсылықтың дәнін егіп, оны ұлағат көзіне айналдыруға болады. Ұрпағына қасиетті адамның есімін бере отырып, соған лайықты етіп өсірмесе, ол ата-ананың кінәсі. Өйткені бұл үлкен жауапкершілікті жүктейді. Бір жағынан тұлғаның есімін берудің ғарыштық салмағы болса, екінші жағынан баланы соған сай тәрбиелеуде ата-ананың мойнындағы парызы мол болмақ. Адамның есімі оның тағдырын анықтауы мүмкін екенін ұмытпау керек. Осы жерде бір мысал келтіре кетейін. Даңқты ұшқыш, екі дүркін кеңес одағының батыры атағын алған аяулы ағамыз Талғат Бигелдинов өмірден өткенде қазақтың ғарышкер ұлы Талғат Мұсабаевтың «Ата-анам Талғат ағаның құрметіне, әрі мені сол кісіге ұқсасын деп атымды Талғат қойып ырым еткен екен. Есімді білгеннен бастап ағаның ерлігі мен өрлігін отбасымда жиі естідім, құлағыма құйып өстім. Сол кісідей болуға құлшынып, алдыма мақсат қойдым. Сол жолда еңбек еттім. Ізбасар болсам деп армандадым. Сөйтіп, Талғат аға менің тағдырымның қазіргідей қалыптасуына темірқасық болды» деп қатты толқып сөйлегенін естідім. Алдында өнегелі көрерің болсын деген осы шығар. Ата марқұм бірде адамның аты иттің кличкасы емес, атты абайлап қою керек. Неге десең, адам есімі мен болмысының тылсым байланысы бар екені күмәнсіз. Бірақ сыры ашылмаған, құпиясы көп деп еді. Осыған орай парламент мәжілісінің депутаты, ауған соғысының ардагері, 10 кітаптың авторы Бақытбек Смағұлдың өз аузынан естіген бір әңгімені айта кетейін. Амангелді Оспанов дейтін бауырымыз Талғар қаласына тойға шақырды. Бұл не той десек, баласына төлқұжат, паспорт алып, соның қуанышына жайылған дастархан екен. Баласының азамат болғанына жасалған той екен ғой деп бармаймын ба? Сөйтсем, баланың Бауыржан деген атын шетелге оқуға барғанда айтуға қиын деп, Майклға ауыстырып төлқұжат алыпты. Мына думан той соның құрметіне екен. Өзінің аты Амангелді Иманов батырға баланып қойылса керек. Оның әкесі болса, ардақты тұлға Оспан батырмен аттас. Ал баласына Бәукеңнің есімін атасы ырымдап қойған екен. Енді оны Майклға өзгерткен. Түңіліп күйіп кеттім. Майкл демей, бірден маймыл деп қоймадың ба? Деп бетке айтуға тура келді. Ол маған кәдімгідей реніш танытты. Мен де ары қарай алмай тойдан кетіп қалдым. Сол тойдан кейін көп ұзамай Амангелді қайтыс болды. Арада 4 жыл өткенде Майкл мені өзі іздеп келді. Ол маған: «Аға, өмірім біртүрлі өзгеріп, әр алуан кедергілер көп кездесіп, берекем кетті. Үлкен бір атаның ақылымен өзімнің бұрынғы Бауыржан атымды қайтардым. Мазақ болғым келмеді, батыр ата секілді қазақ болғым келді» деп ағынан жарылды. Бәукең атамыздың киелі адам екенін түсінгеніне қуандым. «Апай, айтса да, мен сізге бір қызық деректі айтайын. 2015 жылдың басында Қазақстанда Бауыржан атын иеленген 62.416 адам бар екені анықталды. Оның 3000-дайы өзге ұлт өкілдері болып шықты. Мұның бәрі батырын ұлықтаған ел жұрттың ниеті емес пе?» деп Бақытбек мақтанышпен әңгімесін аяқтады. Қазіргі кезде қазақтың ат қоюы да өзінің ұлттық сипатында бағытын жоғалтып барады. Әрине, баласына қандай ат қойып, не деп атау керек, ол ата-ананың өз шаруасы, талғамға талас жоқ. Дей тұрғанмен Диана, Тансу, Даяна, Айлин, Дамир, Сандия, Самир секілді қазаққа тән емес, мағынасы түсініксіз, жеңіл-желпі атауларға тым әуестеніп кеттік. Жас кезінде жарасымды секілді көрінетін осы есімдер кейін бетке әшім, шашқа ақ түскенде қалай естілетінін
екенін ойлау да керек шығар. Тағы бір бас шайқататын әдет, өзіміздің әдемі есімдерімізге келсін келмесін а әрпін қосақтап айтудың белең алғандығы. Анара, Жанара, Айнура, Баяна, Жаната болып мәнінде, сәнінде ойсыратып бітті. Ауызекі тілде айтылатыны былай тұрсын, құжаттарын да солай толтырып жүр. Сосын бүгінде аттарын екіге бөліп жазуда сәнге айналған. Алтын Ай, Айдар Бек, Әли Асқар, Әбу Хайыр, Әбу Сейіт, Әбу Әли секілді түрікше мәнер ме, арапқа еліктеу ме, қайдам, әйтеуір мұны өздерінше жаңалыққа балап мақтанатындар көбейіп келеді. Осындайда өзінің барын бағалай алмай жүріп, өзгені келістірем деп тыраштану сайтаныма керек пе, деймін. Мүмкін менікін пендешілік деп ойлайтындар да табылар. Сонымен жаңа туған нәресте ештеңеден хабары жоқ, өзін қалай, кім деп атаса да бәрібір оған таңдау бұйырмаған. Өмір бойы көтеріп жүретін, бірге қартайып о дүниеге бірге кететін айнымас серігі қандай болады, оның тағдырын үлкендер шешеді. Кеудесінде аз да болса ұлттық намысы бар, мойнында жауапкершілік парызы бар атана ойланып, сараптап барып ат қойса ғой шіркін. Қанша жерден жаһанданып кетсек те, қазақ дейтін тамыры тереңге кеткен алып бәйтерек секілді көне халықтың жаратушы дарытқан киесі бар екенін, өзіміз сол ұлттың төл перзенті екенімізді санамыздан шығармасақ, өзгеге көзсіз далақтап еліктемес едік-ау. Ат қоюға байланысты мына бір шағын әңгімені оқи отырыңыз. Саналы адамға ой салуы мүмкін. Момыш пен Момынқұл аталарымыз бір ата-анадан туған бауырлар. Сол Момынқұл атаның немересі менің қайным Берікжан өзі ата атанып немерелі болды. Алматыда тұратын Нұржан есімді ұлы мен келіні Ақмарал біраз жылдан бері жөргек иесін аңсап жүреді. Бұлыңғыр көңілдің бұлты ыдырап, күн шыққандай дүниеге егіз қыз келіп, бәрімізді қуанышқа бөледі. Нұржан ауылдағы әкесіне сүйіншілеп, өзіңіз келіп немерелеріңіздің атын қойып беріңіз, деді. Әкесі оған, әй баламай, жолды білмей тұрсың ғой. Әйтпесе, қастарыңда қара шаңырақта көкем отырғанда мен қалай ат қоймақшымын. Атаңның алдынан өтіңдер, оған дейін бізде келіп қаламыз, деп үлкен сыйлап, жолдан аттамайтын қазақ дәстүрімен көкесі Бақытжан Момышұлының ат қоюын қалады. Бәкең өтінішті қабыл алып, шөберелерін Айғаным, Зере деп атады. Есім беру рәсімін жасамай тұрып, Нұржан мен Ақмаралға: бұл қазақ тарихында алтын әріппен жазылып қалған әжелеріміздің аяулы аттары, ерекше есімдер. Бірі Шоқандай ғұлама ғалымды, бірі Абайдай дара парасат иесін тәрбиелеген дана аналар. Алла жар болып, осы ардақты әжелер секілді көргенді, ақылды, ел аузында есімдері қалатын өнегелі перзент болсын деген тілекпен сәбилердің аттарын қоймақшымын. Ізгі ниетпен қойылған жақсы ат жақсылықтың жоралғысы болады, деуші еді қариялар. Менің сендерге айтайын дегенім, ең алдымен бұл кісілердің кім болғанын, олардың қадір-қасиеті, өмір жолы жайлы өздерің жете білуге тырысыңдар. Сәбилеріңе сол білгендеріңді олар өскен сайын санасына сіңіріп, кімнің есімін көтеріп жүргенін құлақтарына құйып ұқтыру сендердің парыздарың. Сонда ғана жақсы есімнің қасиеті жұғысты болады. Әйтпесе, ұлағатты үлкен кісінің атын қойып алып, соған лайық тәрбие берілмесе, күнә сендердің мойындарыңа түседі. Сондықтан бұған жүрдім бардым қарамай, жауапкершілікті адал атқаруларың керек, деп аталық ақыл сөзін айтты. Сөйтіп, бәкең азан шақырып нәрестелердің атын қойып, талдай бой берсін, таудай ой берсін, жаздай жамал берсін, оттай жанар берсін, анаға шуақ болсын, әкеге қуат болсын, өмірлері мәнді болсын, дәурендері сәнді болсын, үйлері қазанды болсын, таңдары азанды болсын, әумин, деп ақ ниетпен бата берді. Сол күннің ертесінде келініміз Ақмарал телеарнадан Айғаным анамызға арналған деректі хабарды көріп таң қалады. Бір қызының аты беріліп жатқан ана жайлы өзі күтпеген деректерді көру қатты әсер етеді. Содан 4-5 күн өткенде Құнанбай қажы туралы фильм түсіріліп жатқанын, онда Зере әже жайлы да бар екенін газеттен оқып, тіпті толқиды. Жас босанған аналардың тым сезімтал болатыны белгілі. Жаратқан иемнің бізге жіберіп жатқан жақсы белгісі емес пе бұл, деп мешітке барып, Құдай жолына қайыр садақа беріп, әжелерге арнап Құран оқытады. Алланың мейірімде шек жоқ. Егіз қыздардан кейін аралары жиі-жиі және 2 қыз, 1 ұл сүйді. Айғаным, Зере әжелеріміздің есімдері үйімізге құт береке әкелді.
шаңырағымыз шаттыққа толды. Тәубе, тәубе, дейді Нұржан мен Ақмарал. Есім жайлы мына бір әңгімеге атаның қатысы бар, ал атамен байланысты нәрсенің жай болмайтыны белгілі. Бұл сонау 1973 жылдың жаз айы еді. Біз ол кезде қазіргі Достық даңғылы мен Төле би көшелерінің қиылысындағы Алматыдағы ең алғаш салынған биік үйдің 7-ші қабатында тұратынбыз. Атаның қолына көшіп келгенімізге жылдан асса да, бұл үйдің тұрғындарын әлі күнге жүз жұға танымаймын. Қазағы аз, басқасы көп. Жан-жақтан жиналған ала-құла жұрттың бір-бірімен емен жарқын араласып емес-ау, амандасып жатқанын көп көре бермейсің. Әркім өзінің кіріп шығар есігін ғана біледі. Адамдар мына 12 қабат бетон үй мінездес, қоқайып, суық көрінетін. Өзгені қайдан маған солай әсер ететін. Осындай томаға түйік күндерге бір кішкене өзгеріс енгендей болды. Ол не дейсіз ғой? Үстіңгі қабаттан балконға шығып, аулада жүрген немересін айғайлап шақырғанда да сөзбен сықпыртатын бір бақырауық апа пайда болды. Қала өміріне, қала тәртібіне жаттықпаған адам көрінеді. Ауылдағы өз шарбағының алдында тұрғандай, балконға шықса болды, тілінің тиегі ағытыладай келіп. Біздің ас үйдің есігі балконға ашылады. Сондықтан ол апаның ауыз өзімдікі дегендей бөгетісіз айтылатын қисық-қыңыр сөздері ас үйде көп жүретін маған анық естіледі. Немересінің аты анау-мынау емес, Абай. Оның атын әжесінің балконнан жар салып шақыратынын біліп алғам. Баланың өзінде көрдім. Екі құлағы едірейген, тақырбас, үлкен қара көзді 5-6 жастағы балдырған. Япырай, сондай ұлы адамның есімін қойып алып, неге сонша балаға айғайлай береді екен? Төменге түсіп ертіп келуге болмай ма? Деп ойлаймын ғой. Баланың аты Бала, шапқылап ойнағысы келетін шығар. Оның үстіне ауылда кең жерде еркін өскендіктен аузы мұрны тұмшаланған тас керегелі пәтерге үйрене алмай далаға қаша беретін секілді. Апаның ауылдан жақында ұлының үйіне қонаққа келгенін бірінші қабатта тұратын Ақыш әжеден естігенмін. Ақыш аталып кеткен ақылия әже нағыз қара көк асылдың тұқымы. Абай атаның Тұрағұл деген баласының қызы. Менің бірден бір араласатын, сөйлесетін адамым осы Ақыш әже. Біз мұнда көшіп келмей тұрғанда қайтыс болған атаның жұбайы Ғайникамал апаймен рулас жақындығы болғандықтан момышылы шаңырағымен бұрыннан жақсы қарым-қатынаста екен. Ата Ақыш әжені өте құрметтеп сыйлап тұратын. Түс мезгілі. Дастархан басында ас ішіп отырғанбыз. Осы кезде әлгі апа балконнан немеретін өз дағдысымен шақыра бастады. Атаның бөлмесі пәтеріміздің түпкір тұсына орналасқандықтан мына жақтағы дауыс естіле қоймайтын. Бүгін қас қылғандай тура ата ас ішіп жатқанда, қырындау ашық қалған балкон есігінен ана кісінің әр сөзі анық естілді. Бір сөздің салмағы бір сөзге түсіп құлақты түршіктірді. Абай, ау Абай, әй қаңғыбас Абай, ой, жүгірмек Абай, үйге кір деймін, ой. Мен барып балкон есігін жаба қойдым, бірақ одан пайда шамалы. Ата қолындағы қасығын үстел үстіне тарс еткізіп тастай салып, орнынан шұғыл көтерілді де, мына идиоттың жағын қарыстыру керек, деді тістерін шықырлатып. Бақытжан әкесінің ұшқындап келе жатқан ашуынан сескеніп, папа тоқташ, оның қайдан айғайлап жатқанын алдымен біліп алайық та, деп өзінше басу айтпақ болды. Ата оқты көзімен бізді бір шолып, тамағын шала қалдырып ас үйден шығып кетті. Мұндайда бәдік адам болады екен-ау. Бірақ папам оның жағын қалай қарастырмақшы екен, деді Бәкең. Оның реті ертесінде оп-оңай келе қалды. Ата жазушылар одағына бір жұмыспен бармақшы болып такси шақыртты. Әдеттегідей папкасын көтеріп қасына ілестім. Біз сыртқы есіктен шыққанда қаладағы ұзын орындықта Ақыш әже мен әлгі апа отыр екен. Ата Ақыш әжені көре салып сәлемдесу үшін бұрыла бергенде мен ақырын ғана «Ата, балконнан айғайлайтын кісі отыр», деп сатып жібердім. Ата таяғын сілтей ширақ басып барып Ақыш әжемен сәлемдесті де ана апаға төніп келіп, «Абай деген баланың әжесі сенсің бе?» деп зілдене сіркетті. Әйел адамға сен деп сөйлемейтін әдеті бұл жолы жайына қалды. «Иә», деп тұтығып зорға жауап қатты әлгі апа. «Не немереңнің атын өзгерт, не былапыт тіліңді тый. Өйтпейді екенсің, атып тастаймын», деп салалы қолының сұқ саусағын тура көзіне безеді де, кілт бұрылып, «Жүр», деп маған бұйырды. Кетіп бара жатып Ақыш әженің көзінен ризашылықты байқадым. Ана елдің көгерген жүзін көрдім. Сол күннен кейін бақырауық апаның дымы өшті. Пышақ кескендей тыйылды. Мезгілсіз марқұм болғысы келмеді білем. Көпке бармай өзі де кетіп тынды. Азан шақырып ат қоюдан өзге есім берудің және бір басқаша түрі бар.
ол қосалқы лақабат. Адамның сырт келбетіне, мінез-құлқына, әдет-дағдысына қарай берілетін және ата-әже, әке-шешенің перзенттерін еркелетуден шыққан есімдер қазақ ішінде жиі кездеседі. Сонымен бірге қазақ дәстүрінде келіндердің ат тергейтін және бір есім қою түрі бар. Бірақ бұл бөлек әңгіменің тақырыбы. Талай адамдарға жанама қойылған аттың етене сіңетіні соншалық, алғашқы қойылған аты ауызға ілінбей ұмытылып, тек жаназасында аталып, немесе құжатта ғана қалатыны бар. Әжесі, анасы аялап атаған есімдерімен әйгілі болғандар да өмірде жеткілікті. Алысқа бармай-ақ қояйық. Абай атаның шын аты Ибрахим, Шоқан Уәлихановтың бастапқы аты Мұхаммед Қанапия, біздің момыш атамыздың нағыз аты Момынәлі. Мұндай мысалдарды ұзартуға болады, бірақ менің мақсатым тізім жасау емес, қосалқы атқа түсінік беру үшін ғана бірнешеуін келтірдім. Лақап есім балалар мен құрдастар арасында кеңінен таралған деуге болады. Тағы да өз отбасымызға байланысты, алайда көпке мәлім боп кеткен бір жанама ат туралы айта кетейін. Атаның Үбиян деген әпкесі болған. Ұшқания деген кітабында кеңінен әдемі суреттеледі. Сол кісі Музей апа атанып, өзі өмірден өтсе де, әлі күнге дейін ұмытылмай келеді. Музей апаның ауылы, Музей апаның немересі, шөбересі, қайнысы, құдасы деп айту әдеті қалған жоқ. Бұл аттың қойылу тарихы былай болыпты. 1946 жылы 5 жасар Бақытжанды анасы музейге апарыпты. Ол кезде орталық музей қазіргі Панфилов паркінің қақ ортасындағы шіркеуге орналасқан еді. Мұндаға дейін жаңа мұрағат ғимараты салынғанша жұмыс істеп тұрды. Өзім де студент кезімде бірнеше рет барғанмын. Ол жерде қазақтың бұрынғы өмірінен көріністер жасалған бөлім болған. Жартылай құрылған, алды ашық киіз үйдің ішінде қолды ермен тартып отырған әженің мүсіні орналасқан. Басында кимешек, күндігі бар. Кең мол көйлектің сыртынан омырауы оюлы шапан киген сол мүсін бір қарағанда тірі адамға ұқсап кететін. Бақытжан анасымен музейді аралап жүріп, жаңағы көріністі қызықтап қарайды. Содан үйге қайтып, есіктен кірген бетте әлгінде музейдегі апаның төрде отырғанын көріп, «Музей апа бізден бұрын үйге қалай жеткен?» деп қайран қалады. Төрде отырған кісі көлгемедей көйлектің сыртынан оқалы шапан киген, басында кимешек, қарқарадай күндік ораған Үбиян апа ауылдан келген екен. Бәкеңнің анасы баласының сөз төркінін бірден түсініп, оның қиялын ары қарай жетелеп, «Ол кісі сенің үлкен апаң. Күні бойы музейде жұмыс істеп шаршап, әрі сені сағынып, асығып келіпті», дейді. Міне содан бастап Үбиян апа Бақытжан үшін музей апаға айналды да, ары қарай сол атау қалыптасып, ең аяғы ауылдағылар да осылай атап кете барады. Оның үстіне атаның музей апа дейтін өте тартымды, мағыналы әңгімесі баспасөз бетінде жарияланған соң, бала аузымен айтылған сол атау әбден тұрақтап қалады. Осы қысқа әңгімені оқығанда талай қызықты жанама лақап аттар сіздің де есіңізге түсіп, мүмкін езу тартқан боларсыз.